Комплекс сандар жиынында теңдеуді шешіңіз. Шешуі. Алгебраның негізгі теоремасы бойынша 5-ші дәрежелі көп мүшеліктің 5 түбірі болады комплекс сандар жиынында. Яғни мынау теңдеудің біз сол 5 түбірінің бәрін табуымыз керек. Теңдеуді шешу үшін сол жақ бөлігіне қарасақ, оң жағы 0, сол жақ бөлігіне қарасақ, сол жағы топтау әдісімен көбейткіштерге жіктелетінін көреміз. Бірінші екеуінен x кубты жақшан сыртына шығарамыз. Екінші екеуінен минус жақшан сыртына шығарамыз. Арға x квадрат плюс 1 жақшан сыртына шықса, мен мынандай көбейткішке жіктелген түрге келеміз. Енді осыны да ары қарай не істейміз? Көбейткішке жіктейік. X квадрат плюс 1, x куб минус 1 ол x минус 1, x квадрат плюс x плюс 1 тең 0. Мынандай түрде болады біздің теңдеуіміз. Әр көбейткішті жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. X квадрат плюс 1 тең 0. Бұл теңдеуді шешетін болсақ, бізде x квадрат тең болу керек минус 1-ге. X тең плюс минус i болатынын көруге болады. Екіншісі x минус 1 тең 0-дан x тең 1-ге болады. Үшінші теңдеу x квадрат плюс x плюс 1 тең 0. Дискриминантын табамыз. Минус 3. x1 минус 1 қосылған түбір астында минус 3-тен түбір астында 3 i шығады. Бөлінген 2. x2 минус 1 минус түбір астында 3i бөлінген 2 болады. Сонымен бізде 5 түбірдің бәрі табылды. Жауабы плюс минус i, минус 1 плюс минус түбір астында 3i бөлінген 2 және 1.